Сатпаев қаласының оқушылар сарайының фитодизайн үйірмесінің қосымша білім беру ұстазы Аяулина Гүлфира. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын, өткен сабақта адамға пайдалы бөлме өсімдіктермен танысқан болатынбыз. Сол гүлдердің сипатын, атын қазір экраннан қарап отырып сәйкестендіретін боламыз. Ал балалар, кәнекей, дұрыс сәйкестендірдік пе? Жауабын көрейікші. Иә, дұрыс сәйкестендірдіңдер. Ал балалар, мына жерде қандай суреттерді көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бос шыны ыдыстарды көріп тұрмыз, иә? Аквариумды көріп тұрмыз. Және шыны ыдыстың ішінде өсіп тұрған өсімдіктерді көріп тұрмыз. Иә, енді балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы ерекше сән беретін флориум деп аталады. Мақсаты бөлме өсімдіктерінің әр түрінен жасалатын сәнді флориум туралы айтатын боламыз. Кез келген бөлменің, кеңсенің, сынып ішінің сәнді интерьерін жасауға арналған фитодизайнның бір саласы флориумды өз қолымызбен жасап үйренеміз. Ал енді балалар, флориум дегеніміз латынның флориум гүлге арналған ыдыс деген сөзінен шыққан. Яғни тірі өсімдіктер әртүрлі пішіндегі және өлшемдегі түссіз шыны ыдыстарға отырғызылған кішігірім жылыжай. Мұнда әдетте гүлдердің бірнеше түрі кездеседі. Сондай-ақ әртүрлі сәндік әшекейлермен бірге түрлі түсті тастар, мультфильмдермен ринстандарға дейін қолданылады. Шыны ыдыстың ішіндегі ауа мен температура ылғалдылық жақсы сақталады. Флориумдағы тағы да бір ерекшелік өз қолымызбен жасай отырып, табиғаттың үлкен бір экожүйесін кішкене шыны ыдысқа сыйғызып, өз үйіңде немесе кеңсеңде көз тоймайтын табиғаттың бір керемет бөлшегін көру арқылы демалатын боласыз. Енді балалар, флориум бұл 19-шы ғасырда пайда болған. Ағылшынның ботаника ғылымдарының докторы Натанелла Бекші Уарда алғашқы рет шыны ыдысқа әртүрлі тропикалық өсімдіктер мен папоротниктердің жақсы өсетінін анықтаған. Ғалым Жаңа Зеландияның тропикалық өсімдіктерін өз еліне әкеліп зерттеу кезінде 20 өсімдіктің 19-ын еліне келем дегенше ауа температурасына бейімделмегендіктен солып өліп қалған. Бір күні ол өзінің ескі сандықшасының үстіне шыныны бекітіп, өз қолымен орналастырып террариум жасаған. Ал балалар, террариум дегеніміз бұл латынның терра, жер, топырақ салынған ыдыс деп аталады. Бұл шыны ыдыста темірден, пластикалық заттардан жасалады. Бұл ыдысқа тек гүл ғана емес, сонымен бірге жан-жануарларды асырау үшін зоопарктерде де қолданылады. Ал балалар, енді флориум туралы, террариум туралы түсінген болсаңдар, енді ары қарай біз балалар енді сарамандық жұмысқа кезек берейік. Ол үшін ең алдымен балалар, біз сарамандық жұмысты бастамас үшін қауіпсіздік ережесін еске түсіріп аламыз. Алдымызға алжапқыш, қолымызға резинке қолғапты киіп, қажетті жұмыстар ұсынылатын болады. Бізге енді қажетті құрал жабдықтар ең бірінші бізге бөлме өсімдіктері қажет болады. Одан кейін топырақ қажет болады, шыны әйнектер қажет болады, және керамзит, тастар, және сонымен бірге безендіруге әртүрлі тастарды қолданатын боламыз. Сонымен бірге бізге
бамбук таяқшасы және пинцет керек болады. Балалар, флориумға отырғызуға болатын өсімдіктерді таңдаймыз. Ең бірінші бізге гүлді өсімдіктер қажет болады. Сонымен қатар суккулентті өсімдіктерді де қолданамыз. Суккулентті өсімдік дегеніміз сабақтары жуан, етті, жапырағында су қоры мол өсімдіктерді айтамыз. Бұл өсімдіктер шөл және шөлейтте өседі. Сонымен бірге шамауықтарды да қолданамыз. Жапырақты гүлді өсімдіктерді де пайдалануға болады. Келесі кактустерді де пайдаланамыз. Сонымен қатар осы шыныдағы ыдысқа алдыңғы қатарларына мүктерді де жабыстырып сәндеуімізге болады. Ал балалар, мінеки, енді біздің флориумымызды шыныға отырғызғаннан кейінгі жасап шыққан нәтижелеріміз осындай болды. Өте әдемі. Енді балалар, осы сабағымызды қорыта келе, 5 саусақ әдісі бойынша бүгінгі сабақта ең құнды мәселе не болды? Қалай жұмыс жасадым? Кімге көмек бердім? Мен бүгін білім мен тәжірибе алдым. Сабақ маған ұнады ма? Неліктен? Мен сабақта өзімді қалайша сезіндім? Деген осындай 5 саусақ әдісі бойынша қазір өз ойларыңды балалар айтатын боласыңдар. Дұрыс балалар, мінеки 5 саусақ әдісі бойынша, бірінші бас бармақ әдісі бойынша мен үшін бүгінгі сабақта ең құнды болған шыны ыдысқа отырғызу депті. Дұрыс айтасыңдар. Мен балалармен бірге әртүрлі тастарды безендіруге көмектестім депті. Енді ортан теректе мен бүгін білім мен тәжірибе жинақтадым деп жазыпсыңдар. Дұрыс. Сабақ маған қатты ұнады, өз қолыммен жасап үйрендім. Сабақ маған қызық болды дейді. Өте дұрыс айтасыңдар балалар. 5 саусақ әдісі бойынша өз ойларыңды дұрыс айттыңдар. Өте тамаша. Көп рахмет.